Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі 6 сынып. Бөлім тақырыбы 4 бөлім. Астана мәдениет пен өнер ордасы. Сабақтың тақырыбы Астана бас қала. Мектеп Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясы. Мұғалім Баянды Балнұр Нұрланқызы. Ендеше мұқият сабаққа зейін қойып қатысамыз. Оқу мақсаттары: әлеуметтік мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі хабарландыру, жаңалық, көтерілген мәселені талдау, неологизм, термин сөз, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын ажырата білу. Сабақ мақсаттары: тақырыпқа байланысты көтерілген мәселені талдау, неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздерді ажырата білу. Құрметті оқушылар, біз осы оқу мақсаты және сабақ мақсатына жету барысында сіздермен бүгін бірнеше тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ендеше іске сәт. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері: мәтіндегі көтерілген мәселені түсінеді, талдай алады, тақырыпқа байланысты неологизмдер, термин сөздер, кәсіби сөздер, диалект сөздерді орынды қолданады. Ал енді құрметті оқушылар, кіріспе сабақ. Сабағымыздың кіріспе бөлімінде сіздерге бірнеше суреттер берілген. Ендеше суреттегі ғимараттар қай қалада орналасқан? Осы суреттегі ғимараттар туралы не білесіздер? Берілген сурет арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбына болжау жасай аласыздар ма? Иә, ендеше мұқият назар аударамыз. Сұрақтарға жауап береміз. Жарайсыздар, құрметті оқушылар. Ендеше, құрметті оқушылар, дұрыс жауабын бірге тексеріп көрейік. Дұрыс жауаптарына назар аударыңыздар. Мына суреттегі ғимараттар ол Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан. Бұл жерде Ақорда, Әзірет Сұлтан мешіті туралы оқушылар көріп отырсыздар. Яғни бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы ендеше Астана бас қала деп аталады. Жарайсыздар, бәрекелді. Құрметті оқушылар, тілдік бағдар бойынша біз бүгін мынандай ережелермен танысатын боламыз. Ендеше ережелерге мұқият назар аударыңыздар. Неологизм, грекше неос, жаңа, логос, сөз, қоғамдағы саяси, мәдени, экономикалық қатынастардың, ғылым мен техниканың дамуына байланысты тілге енген жаңа сөздер мен сөз тіркестері, фразеологиялық оралымдар. Мысалы, зымыран, ұжым, елтаңба, мәзір, тұғыртас, ермексаз және де тағы басқа. Ал енді құрметті оқушылар, термин сөздер дегеніміз ғылым, техника, өндіріс, тағы басқа саласындағы арнаулы ұғымдар мен зат атауларын білдіретін сөздер. Ал кәсіби сөздер дегеніміз жұрттың бәріне бірдей түсінікті бола бермейтін, белгілі бір тәсілмен, шаруашылық саласымен шұғылданатын адамдардың арасында ғана айтылатын сөздер. Мысалы, тышқы, араның бір түрі, қоза, мақта, өсімдігі. Алдағы уақытта осындай сөздер кездессе, ендеше сіздер оны кәсіби сөздер деп белгілейсіздер. Ары қарай диалект, аймақтық немесе әлеуметтік жағынан біріктірілген, шоғырланып орналасқан ұжымның тілдік қарым-қатынас жасауының негізгі құралы болып табылатын тіл. Құрметті оқушылар, осы бүгінгі тілдік бағдар бойынша ережелерге мұқият назар аударыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге бірнеше тапсырмалар беріледі. Сол тапсырманы орындау барысында осы ережелерге сүйене отырып орындайсыздар. Ары қарай, бірінші тапсырма: берілген сөздерден неологизмдер, термин сөздер, кәсіби сөздер, диалект сөздердің жігін ажыратып кестеге белгілеңіздер. Міне жаңа айтып өткенде ережелерге мұқият назар аударыңыздар. Сөздер берілген, яғни жемқорлық, әңгелек, амоним, сым, отбасы, тұшуыр, азанда,
глобус. Енді ержелер берілген, олар неологизмдер, термин сөздер, кәсіби сөздер және де диалект сөздер. Енді осы жерде сіздер кестені алдымен толтырасыздар. Неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын ажырата білесіздер. Яғни бірінші тапсырманың дескрипторы кестені толтырасыздар. Неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын ажырата білесіздер. Ендеше бірінші тапсырманы орындаймыз. Жақсы, сіздер бірінші тапсырманы орындадыңыздар деп ойлаймын. Ендеше бірінші тапсырманы тексерейік. Дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Берілген сөздерден неологизмдер, термин сөздер, кәсіби сөздер, диалект сөздердің жігін ажыратып кестеге белгілеңіздер. Сөздер берілген, олар жемқорлық, неологизм, әңгелек, кәсіби сөздер, амоним, термин сөздер, сым, диалект сөздер, отбасы, неологизмдер, тұшуыр, кәсіби сөздер, азанда, диалект сөздер, глобус, термин сөздер. Барлығымыздың жауабымыз менікімен сәйкес келді деп ойлаймын. Жарайсыздар. Бәрекелді, өте тамаша. Ары қарай екінші тапсырманы мұқият назар аударып тыңдаймыз. Екінші тапсырма. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылғы ЮНЕСКО шешімі бойынша Астана бейбітшілік қаласы атағына ие болды. 2000 жылдан бастап Қазақстанның басты қаласы астаналар мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының мүшесі болып табылады. 2019 жылғы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасы президенттің жарлығымен Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы, яғни Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта аталды. Қазіргі уақытта Астананың аумағы 722 шаршы шақырымнан асады. Тұрғындар саны 1 миллионнан асады. Қала 4 ауданнан, яғни Алматы, Сарыарқа, Есіл және Байқоңыр ауданынан тұрады. Мына сілтемеден басып жазсаңыз әлеуметтік желіде ары қарай мұқият осы мәтінді тыңдай аласыздар. Бірінші тапсырма бойынша мәтінді оқыдыңыздар. Екінші, төменде берілген мәтін мен суреттерді пайдалана отырып шағын диалог жазыңыздар. Яғни сіздерге бірнеше суреттер берілген. Екінші тапсырманың дескрипторлары мәтінді оқиды, мәтін мен суретті пайдалана отырып диалог құрады. Ендеше, құрметті оқушылар, іске сәт екінші тапсырманы мұқият орындаймыз. Екінші тапсырманы сіздер орындап болды деп ойлаймын. Ендеше, дұрыс жауабына назар аударыңыздар. Бұл сіздерге үлгі ретінде мұқият қараңыздар. Сәлем Майра, сәлем Жанар. Сенің көмегің керек болып тұр. Бірінші суретте қандай ғимарат кешені көрсетілген? Бірінші суретте Бәйтерек монументі. Бәйтерек монументінің биіктігі неше метр екенін білесің бе? Я, білемін. Бәйтеректің биіктігі 97 метр, диаметрі 27 метр. Ал сен басында тұрған шардың салмағы мен диаметрін білесің бе? Әрине білемін. Әлемде бірінші рет диаметрі 22 метрлік және салмағы 300 тоннадан тұратын күннің түсуіне қарай түсін өзгертетін хамелеон әйнегінен жасалынған шар биіктігі жағынан рекордқа әлемде ең үлкен шардың ең биікке көтерілуі бойынша ие болды. Осы Бәйтерек монументінің авторлары жайлы білесің бе? Әлеуметтік желіден оқуым бойынша Бәйтерек кешенінің жобалаушы архитекторлар тобы Рүстембеков, яғни топ жетекшісі, Базарбаев пен Айтбалаев, инженер-конструкторы Бахштейшін, инженер-дизайншы Оспанов, сондай-ақ оның жобасын жасауға аэропорт жшс, Архфонд, ЖАК, архитекторлар одағы және ауа жшс секілді қазақстандық жетекші фирмалардың мамандары қатысты. Ал құрылысын Имсталкон құрылыс компаниясы бас директоры Хаханикен салды. Жақсы, бүгін біз біраз мәліметтерді ортаға салдық. Келесі сабаққа дайындалайық. Сау бол. Яғни, екінші тапсырманың
сілтемесін мен сіздерге жібердім. Сол сілтемеде мұқият тыңдасаңыздар, осы диалогтың, яғни сұхбаттың мәліметі тұр. Жақсы, құрметті оқушылар, ары қарай 3-ші тапсырманы орындаймыз. Бұл 3-ші тапсырма сіздерге деңгейлік тапсырма. Алдымен сөйлемдерді толықтырыңыздар. Президенттің 1999 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен атауы Астана болып өзгертілді. 1999 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша Астана атағына ие болды. Жылғы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы Нұрсұлтан қаласы деп қайта аталды. Қала 4 ауданнан және ауданынан тұрады. Екінші деңгей, мәтіннен неологизмді теріп жазыңыздар. Екінші, мәтін мазмұнына байланысты 3 сұрақ дайындаңыздар. Бірінші деңгей, Астана бейбітшілік қаласы атты шағын мәтін жазыңыздар. 3-ші тапсырманың, яғни деңгейлік тапсырманың дескрипторлары көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қояды, мәтіндегі неологизмдерді теріп жазады, мәтіннен 3 сұрақ дайындайды, шағын шығарма жазады. Ендеше, құрметті оқушылар, 3-ші тапсырманы орындаймыз. Жақсы, 3-ші тапсырманы бірге тексеріп көрейік. Бірінші, яғни 3-ші деңгейдің 1-ші тапсырмасы. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгертілді. 1999 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша Астана бейбітшілік қаласы атағына ие болды. 2019 жылғы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасы президенттің жарлығымен Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы Нұрсұлтан қаласы деп қайта аталды. Қала 4 ауданнан Алматы, Сарыарқа, Есіл және Байқоңыр ауданынан тұрады. Екінші деңгей, мәтіннен неологизм сөз ол жарлық. Бірінші, қай жылы Ақмола атауы Астана болып өзгертілді? 1999 жылы. Екінші, 1999 жылы Астана қандай атаққа ие болды? Бейбітшілік қаласы. Үшінші, Нұрсұлтан қаласы неше ауданнан тұрады? Өте тамаша. Бірінші деңгей, Астана бейбітшілік қаласы. Нұрсұлтан менің қалам, менің Астанам. Бұл қала ең көрікті әдемі қала. Жақсы, құрметті оқушылар, жарайсыздар. 3-ші тапсырманы да өте тамаша орындағансыздар. Енді рефлексия, яғни кері байланыс. 3 азайтылған 2 азайтылған 1, яғни сабақтан алған 3 маңызды ақпаратыңызды қиындық тудырған 2 аспект. 3-ші сабақ барысында туындаған 1 сұрақ. Жалпы қорытынды, бүгінгі сабақта Нұрсұлтан Астана қаласы бойынша мәлімет алдым. Мәтіннен неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын ажырата білуді үйрендім. Деңгейлік тапсырмаларды орындадым, диалог құрдым. Жарайсыздар. Ендеше, құрметті оқушылар, үйге тапсырма, яғни қосымша тапсырма, шығармашылық жұмыс. Бірінші, нұрлы қала Нұрсұлтан тақырыбына неологизмдер, термин сөздерді қолданып есте жазыңыздар. Екінші, ел жүрегі Нұрсұлтан деген тақырыпта шағын диалог құрыңыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабаққа өте керемет қатыстыңыздар. Алдағы уақытта да әрдайым сабаққа зейін қойып қатысыңыздар. Бүгінгі сабақта барлығы сіздер үшін түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.